Құрметті студенттер мен зерттеушілер, бүгінгі дәрісімізде біз физиканың ең қызықты және іргелі салаларының бірі кванттық физика әлеміне саяхат жасаймыз. Бұл сала бізге микроәлемнің құпияларын ашуға, атомдар мен субатомдық бөлшектердің мінез құлқын түсінуге мүмкіндік береді. Классикалық физиканың шектеулерінен шығып, біз энергияның, импульстің және басқа да физикалық шамалардың дискретті, яғни квантталған сипатын зерттейміз. Бұл біздің әлем туралы түсінігімізді түбегейлі өзгерткен революциялық идеяларға толы саяхат болмақ. Біз жылулық сәулеленуден бастап фотоэффект, Комптон эффектісі, атомдық спектрлер және де Бройль гипотезасы сияқты негізгі құбылыстарды қарастырамыз. Бұл тақырыптар кванттық механиканың іргетасын қалаған және оның қазіргі технологиядағы маңыздылығын көрсететін негізгі ұғымдарды қамтиды. Ғасырдың басында классикалық физика микроәлемдегі құбылыстарды түсіндіруде айтарлықтай қиындықтарға тап болды. Атомдардың тұрақтылығы, олардың спектрлерінің дискреттілігі, сондай-ақ жарық пен заттың өзара әрекеттесуі классикалық заңдармен сипатталмады. Осы шектеулер жаңа революциялық идеялардың туындауына себеп болды. Кванттық физиканың негізі жылулық сәулелену, фотоэффект, Комптон эффектісі, атомдық спектрлер және де Бройль гипотезасы сияқты эксперименттік деректерді талдау нәтижесінде қаланды. Бұл құбылыстар жарықтың және заттың толқындық және бөлшектерлік қасиеттерін бір мезгілде көрсететін екі жақты табиғатын ашты. Осылайша кванттық физика біздің әлем туралы түсінігімізді тереңдетіп, жаңа технологиялық жетістіктерге жол ашты. Жылулық сәулелену бұл денелердің температурасына байланысты шығаратын электромагниттік сәулеленуі. Кез келген дене, егер оның температурасы абсолютті нөлден жоғары болса, энергияны сәулелендіреді және сіңіреді. Бұл процесс атомдар мен молекулалардың жылулық қозғалысымен байланысты. Денелердің сәулелендіру және сіңіру қабілеттері арасында тығыз байланыс бар. Кирхгоф заңына сәйкес, тепе-теңдік жағдайында дененің сәулелендіру қабілетінің оның сіңіру қабілетіне қатынасы барлық денелер үшін бірдей және температура мен толқын ұзындығына ғана тәуелді әмбебап функция болып табылады. Бұл заң жылулық сәулеленуді зерттеудегі маңызды қадам болды және абсолют қара дененің концепциясын енгізуге негіз қалады. Абсолют қара дене бұл оған түскен барлық электромагниттік сәулеленуді толығымен сіңіретін идеалды дене. Ол ешқандай сәулені шағылыстырмайды немесе өткізбейді. Классикалық физикаға сәйкес, мұндай дененің сәулелену спектрі Рейли-Джинс формуласымен сипатталады. Бұл формула ұзын толқынды аймақта эксперименттік деректермен жақсы сәйкес келгенімен, қысқа толқынды аймақта, яғни ультракүлгін диапазонда энергияның шексіз үлкен мәнін береді. Бұл құбылыс ультракүлгін апаты деп аталды және классикалық физиканың жылулық сәулеленуді толық түсіндіре алмайтынын көрсетті. Бұл қайшылық кванттық теорияның қажеттілігін айқын көрсетіп, физикадағы жаңа дәуірдің басталуына түрткі болды. 1900 жылы Макс Планк жылулық сәулелену мәселесін шешу үшін революциялық гипотеза ұсынды. Ол энергияның үздіксіз емес, дискретті парциялармен, яғни кванттармен шығарылатынын және сіңірілетінін болжады. Әрбір кванттың энергиясы оның жиілігіне тура пропорционал. Мұндағы Планк тұрақтысы, ал сәулелену жиілігі. Планктың бұл идеясы абсолют қара дененің сәулелену заңын дәл сипаттайтын формуланы алуға мүмкіндік берді. Бұл формула эксперименттік деректермен толық сәйкес келді және классикалық физиканың шектеулерін жеңуге көмектесті. Планктың кванттық гипотезасы кванттық физиканың негізін қалады және энергияның квантталуы туралы түсінікті енгізді. Бұл кейінгі көптеген ашылуларға жол ашты. Фотоэффект бұл жарықтың әсерінен металл бетінен электрондардың бөлініп шығу құбылысы. Бұл құбылысты классикалық толқындық теориямен түсіндіру мүмкін болмады. Альберт Эйнштейн 1905 жылы фотоэффектіні Планктың кванттық гипотезасын қолдана отырып түсіндірді. Ол жарықтың жеке энергия партияларынан фотондардан тұратынын ұсынды. Әрбір фотонның энергиясы тең. Эйнштейннің теңдеуі фотон энергиясының металдан электронды жұлып алуға кететін жұмысқа және бөлініп шыққан электронның кинетикалық энергиясына жұмсалатынын көрсетеді.
Фотоэффектінің негізгі заңдары: электрондардың кинетикалық энергиясы жарықтың жиілігіне тәуелді. Белгілі бір шекті жиіліктен төмен фотоэффект болмайды, және фотоэффект лезде жүреді, оның қарқындылығына емес, жиілігіне байланысты. Бұл құбылыс жарықтың бөлшектерлік табиғатын дәлелдеді. Камптон эффектісі бұл рентген немесе гамма сәулелердің еркін электрондармен шашырауы кезінде олардың толқын ұзындығының өзгеруі. Бұл құбылысты 1923 жылы Артур Камптон ашқан, және ол жарықтың бөлшектерлік, яғни фотондық табиғатын тағы бір рет растады. Камптон эффектісін түсіндіру үшін жарық фотондар ағыны ретінде қарастырылады. Олар электрондармен серпімді соқтығысады. Соқтығысу нәтижесінде фотон энергиясының бір бөлігін электронға береді. Соның салдарынан фотонның энергиясы азайып, толқын ұзындығы ұзарады. Камптон ығысуының формуласы фотонның шашырау бұрышына тәуелділігін көрсетеді. Бұл эксперимент жарықтың бөлшектерлік қасиеттерін нақты дәлелдеп, кванттық теорияның дұрыстығын нығайтты. Атомдар қыздырылғанда немесе электр разряды арқылы қоздырылғанда, олар белгілі бір дискретті толқын ұзындықтарында жарық шығарады. Бұл эмиссиялық спектрлер деп аталады. Керісінше, суық атомдар белгілі бір толқын ұзындықтарындағы жарықты сіңіреді. Бұл абсорбциялық спектрлерді құрайды. Бұл спектрлер сызықтық сипатқа ие, яғни олар үздіксіз емес, жеке сызықтардан тұрады. Әрбір химиялық элементтің өзіне тән бірегей спектрі бар. Бұл оны анықтауға мүмкіндік береді. Сутегі атомының спектрі ең қарапайым болып табылады, және Бальмер формуласымен сипатталады. Бұл формула атомдағы электрондардың энергия деңгейлері арасындағы ауысулар нәтижесінде жарық шығарылатынын көрсетеді. 2E1 теңдеуі энергия деңгейлерінің айырмашылығы шығарылатын фотонның энергиясына тең екенін білдіреді. 1924 жылы Луи де Бройль революциялық гипотеза ұсынды. Жарық сияқты кез келген микробөлшектерде, мысалы, электрондар толқындық қасиеттерге ие. Ол бөлшектің импульсі мен оның толқын ұзындығы арасындағы байланысты анықтады. Мұндағы де Бройль толқын ұзындығы, Планк тұрақтысы, ал бұл гипотеза заттың толқындық корпускулалық екі жақтылығы идеясын енгізді, яғни бөлшектер бір мезгілде әрі бөлшек, әрі толқын ретінде әрекет ете алады. Де Бройльдің бұл идеясы кванттық механиканың дамуындағы маңызды қадам болды, және кейіннен эксперименттік түрде расталды. Бұл біздің материяның табиғаты туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертті. Де Бройль гипотезасының дұрыстығын 1927 жылы Дэвиссон мен Гермер тәжірибесі дәлелдеді. Олар электрондардың кристалдық тордан өткенде дифракцияланатынын, яғни толқындық қасиеттер көрсететінін анықтады. Бұл тәжірибе электрондардың толқындық табиғатын тікелей растады. Электрондық толқындар классикалық толқындар сияқты интерференция және дифракция заңдарына бағынады. Бұл ашылу де Бройльдің заттың толқындық корпускулалық екі жақтылығы туралы идеясын нығайтты, және кванттық механиканың негізгі қағидаларының біріне айналды. Микробөлшектердің дифракциясы электронды микроскопия сияқты көптеген технологиялық қолданбалардың дамуына жол ашты. Бұл бізге өте кішкентай құрылымдарды зерттеуге мүмкіндік береді. Кванттық механикада бөлшектің күйі толқындық функциямен арқылы сипатталады. Бұл функция бөлшектің белгілі бір уақытта және кеңістікте орналасуы туралы ақпаратты қамтиды. Алайда классикалық физикадан айырмашылығы, толқындық функция бөлшектің нақты траекториясын немесе орнын көрсетпейді. Оның орнына толқындық функцияның модулінің квадраты бөлшекті белгілі бір аймақта табу ықтималдығының тығыздығын береді. Бұл борынның ықтималдық интерпретациясы деп аталады. Яғни кванттық физикада біз бөлшектердің мінез құлқын тек ықтималдық тұрғысынан сипаттай аламыз, нақты траекториялар жоқ. Бұл кванттық әлемнің іргелі ерекшелігі және біздің физикалық шындық туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертті.